Айнаш апай, бүгін біз сізбен тігіншілік жайлы сұхбаттасайық дегенбіз. Тігіншілік туралы ойыңыз және тігіншіліктің жақсы жақтарын айта кетсеңіз. Тігіншілік деген енді ол енді ата-бабамыздан келе жатқан, ана сүтімен дарығаннан кейін мен өзімнің өнерім болғаннан кейін бұл енді қыз баланың өзінің ниетіне үйренем деп не дедік, ине ұстап неткеннен кейін өзімнің үйренген немнен сол бойынша тігіншілікті өзім игеріп алып кеттім, ары қарай ана сүттен дарығаннан. Енді тігіншілік деген өлі бойы қыз баласына білетін тәжірибелі нәрсе ғой енді. Енді бұл тігіншіліктің ең үлкен қасиеті өзінің қалай десем болады енді. Тауып өнерің, тауып жейтін, қосымша табыс ретінде, табыс көзі ретінде қазір мен өзім осыменен көп көрінген еді. Енді қандай болсын әйел адамның қолынан любой нәрсе келу керек қой. Енді осы өнерімнің арқасында енді бірталай жетістіктерге жеттім, мақтанып айтарлықтай. Сұхбатыңызға рахмет. Бақыт апамыздың үйіне келіп отырмыз. Қазір Бақыт апамен тігін жайлы сұхбаттасатын боламыз. Бақыт апа, қоятын бірінші сұрағым, сіз тігіншілікке қалай келдіңіз және неше жасыңыздан бастап? Тігіншілікке мен 10 класс бітіргеннен кейін 66-67 жылы бітірдік біз. Содан бастап оқыдым. Екінші сұрағым, сіз ең алғашқы тіккен киімдеріңіз есіңізде ме? Есімде. Алғашқы тіккен киімі сол үшін оқып жүргенде бізге киімдер тіккізеді, көйлектер тіккізеді. Сонда өзімізге кішкене не болып қалған киімді, пәлті көйлектерді өзімізге тіккізіп, өзіміз тігіп кигенбіз. Ол уақыттағы тігінді көп таңдамайды. Сізге қоятын сұрағым, тігіннің жақсы жақтарын және тігінді таңдауды жастарға қалай насихаттар едіңіз? Тігінді таңдау керек. Қыз бала деген, қыз деген жат жұрттық қой. Сондықтан бірінші қыздар қолдарына ине жіп алып, тігінді түймелеріңді осы өздерін тағып алуларға тиістісіңдер. Бақыт апа өз қолымен тіккен, үлкен апаларға өте ыңғайлы. Неге осы машинасымен өзі тіккен, аяқ машинасы. Менің наным алып жеп жүрген. Осында жүргенсен. Онымен көп киімдер тігеді. Осылай жасаңдар. Құрақ деген оңай. 40 құрақ құраған әйелдің дейді. 40 шырақты деген сол. 40 құраған әйел жақсы болады дейді ғой. Сол. Өмірде де қайда жүрсеңді де. Мұны жақта құраған құрақтарыңды түсіріңдер енді. Аққу мүсінімен. Аққу мүсінді осындай жастыққа салатын көрпеше. Сізге бүгінгі сұхбатқа рахмет. Сіздің берген ақылдарыңызды алдыда іске асыратын боламыз. Шебердің қолы алтын дейді атам қазақ. Сөзге шебер, іске де ұста халқымыздың мәдениетін паш ететін құндылықтарының бірі оның қолөнері. Тігіншілік, қолөнер шеберлігімен айналысу бүгінгі заманның ең табысты бизнесінің бірі. Жалпы тігін өнеркәсібі әлем экономикасының алдындағы үлесі мен салмағы жоғары кәсіп десек те болады. Асыл тастан сан бұйым жасаған қазақ ұлттық киімдерінің етек-жеңіне оқа тігіп, кимешектің өңіне, жақтауына кесте жүргізіп, сүйек пен мүйізді қиыстырған халық шеберлігінің ісі мақтауға тұрарлық өнер туындысы. Біз өзіміздің қолымыздан ескірген киімді пайдалана отырып, күнделікті өмірде қолданатын алжапқыш тігіп шығардық. Тігіншілікте күн көру, табыс көзі. Сондықтан сіздерді де тігіншілік қолөнерін үйренуге шақырамыз.